Қайырлы күн, оқушылар. Менің аты жөнім Карибекова Әсем Серікқызы, химия пәнінің мұғалімі. Жаңа сабақ бастамастан бұрын экранға зер салайық. Мына заттарды не байланыстырады? Яғни H2O, кальций О, СО2, силициум О2, яғни су берілген, кальций оксиді берілген, көміртек оксиді және кремний оксиді берілген. Жақсы. Яғни бұлардың барлығын қарайтын болсақ, міндетті түрде екінші элементтері оттек. Яғни мені әдейі қызылмен белгілеп қойдым. Яғни О, H2O, кальций О, СО2, силициум О2. Яғни элемент плюс оттек. Яғни бізде оксид түзіледі. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз оксидтер жіктелуі, аталуы. Сабақтың мақсаты оксидтердің жіктелуін және қасиеттерін білу, олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру. Жалпылама тақырыпқа келетін болсақ, оксидтер, яғни құрамы екі элементтен тұратын, оның біреуі оттек болып келетін күрделі заттар. Мысалы, натрий оксиді, көміртек оксиді, кремний оксиді, марганец оксиді, хром оксиді, барий оксиді, азот оксиді, алюминий оксиді, хром оксиді және көміртек. Жалпы оксидтер екіге бөлінеді: тұз түзетіндер, тұз түзбейтіндер. Соның ішінде тұз түзетіндердің өзі үшке бөлінеді. Яғни олар негіздік оксидтер, екідайлы оксидтер, қышқылдық оксидтер. Негіздік оксидтерге бізге көбінесе кальций, купрум. Екідайлы дегеніміз қарап отырсақ, көптеген кітаптарда екі ұдайлы деп кездеседі, немесе амфотерлі деп кездеседі. Яғни оларға көбінесе алюминий 2O3, цинк оксиді немесе бериллий оксид жатады. Қышқылдық дегеніміз ол SO3, SO2. Тұз түзбейтіндер бізде олар азот оксиді және көміртек оксидтері. Оксидтердің жіктелуі. Қышқылдық оксидтерге қышқылдар, негіздік оксидтерге негіздер сәйкес келеді. Ал екідайлы немесе екіұдайлы оксидтерге қышқылдар да негіздерде сәйкес келеді. Металдардың оксидтері қышқылдық оксидтер, ал негізгі топшада бірінші А және екінші А орналасқан металдардың оксидтері негіздік оксидтер болып келеді. Жаңа терминдерге көңіл аударайық, яғни оксидтер, негіздік оксидтер, екідайлы оксидтер, қышқылдық оксидтер. Енді бағанадан бері формуланы жалпылама оқып отырмыз. Енді осы оксидтердің аталуына жеке тоқталып кетсек. Яғни P2O5 ол бізде фосфор оксиді, немесе оны дифосфор пентаоксиді деп оқимыз. Одан кейін СО2 көміртек оксиді берілген, оны монокөміртек диоксиді деп атаймыз. Өйткені бұл жерде тұрған индекстерге байланысты, яғни 1 моно, 2 ди, 3 три, 4 тетра, 5 пента, 6 гекса, 7 гепта. Енді оксидтердің қолданылуы. Бірінші суды айтып өтейік. Суды біз үнемі қолданамыз. Табиғатта судың айналымы. Міне осының бәрі біздің оксидтердің қолданылуға келеді. Тағы да оксидтің бір түрі ол бізде кварц, яғни кәдімгі кремний оксиді. Яғни бұлар бізде көбінесе шыны жасағанда қолданамыз, кремнийді. Кез келген хрусталь, кварц осының құрамында міндетті түрде оксид болып саналады. Тағы да бір қолданылатынымыз көптеген тағы да түрлері бар, гематит деген әртүрлі. Яғни оксидтер барлық жерде қолданады десек қателеспейміз. Енді оттектің физикалық қасиеті. Оттек дегеніміз қандай? Оттек дегеніміз түссіз, иіссіз, дәмсіз газ. Көкшіл түсті сұйықтық. Бұл агрегаттық күйіне келетін болсақ, яғни оттек 3 агрегаттық күйде болады. Мысалы, купрум оксиді, кальций оксиді, темір оксиді, фосфор оксиді бұлар бізде қатты заттар. Ал СО2, SO2 ол бізде газдар, ал H2O бізде сұйықтық болып келеді. Яғни оттектің барлық 3 түрлі агрегаттық күйі болады екен. Енді оксидтердің түсі де әртүрлі болады. Мысалға, феррум оксиді, феррум 2O3 қызыл қоңыр, мыс оксиді ол қара, хром оксиді ол жасыл, цинк және магний оксиді ол ақ болып саналады. Одан кейін
қою көк түсіде болып келеді. Ал енді бұлардың сонымен қатар жаңа айттық, кейбір оксидтердің иістері болып келеді. Мысалға СО2, СО3, NO2, P2O5 бұлар тұншықтырғыш иісті болып саналады. Ал енді көміртек моноксиді бұлар бізде иіссіз газдар болып саналады. Енді осы жаңа тақырыпты бекіту мақсатында біз деңгейлік тапсырмалар қойдық. Бұл А деңгейі, В деңгейлері әртүрлі деңгей, яғни балалардың өзінің білім дәрежесіне сәйкес. Қарап отырсақ, қазір енді технология заман дамығандықтан біз мысалға бұрынғы уақытта осы тапсырмалардың бәрін жеке балаға тест ретінде шығарып беретінбіз. Ал қазір міне осы тапсырмаларды дайын әртүрлі тақталармен жұмыс жасауымызға болады. Мысалы, А деңгейінде фосфор оксидінің формуласы дейді, яғни оның формуласын табу керекпіз. Екіншісінде монокальций моноксиді, қышқылдық және негіздік қасиет көрсететін оксидтер және қышқылдық оксидтер. Енді қарап отырсам, мен осы тапсырманың бәрін Q-сіз тақтасына салдым. Міне арнайы оқушыларға сілтеме жібереді. Сілтемені басқан уақытта міне өзіміздің арнайы тақта ашылып тұрады. Яғни міне тақтаға көретін болсақ, балалар өздері мен мысалға басам, яғни бастау, начать деген, сонда бұл жерде балалардың алдарында тест сұрақтары шығады. Әр оқушы өзі белгілейді. Сонда бір дұрыс жауабын белгілейді. Менің алдыма әрбір бала кімші сұраққа жауап берді, оның ішінде нешеуі қате, нешеуі дұрыс екені маған нәтиже ретінде алдыма шығып тұрады. Міне тақта нәтижесі көрсетілгендей, яғни неше сұраққа жауап берді, неше пайыз барлығы шығып тұрады. Міне Айым, Мұхтар, Аружан деген сияқты әр баланың нәтижесі көз алдымда. Әрі қарай екінші тапсырма алдым, бұнда сәйкестендіру. Яғни оттектің атауы беріледі, соған өзіне сәйкес формуласын табу керекпіз. Бұны да сәйкестендіру тапсырмасында Word-Val тақтасы арқылы алып отырмын. Міне көрсетіп отырсақ, сәйкестендіруді басамыз тесті. Сонда мысалға монокөміртек диоксиді. Яғни бұны теңестіреміз, өзінің формуласын табамыз. Одан кейін міне натрий 2O. Яғни ол динатрий монооксиді. Монокальций монооксиді дейді. Яғни бұл бізде кәдімгі кальций оксиді. Диалюминий триоксиді. Сосын енді бізде дифосфор пентаоксиді қалады. Так. Міне енді соңғы сұрақты белгілейміз. Содан міне отправить ответы дейді. Яғни міне осындай дыбыс шығару арқылы, яғни егерде жауаптар дұрыс болса, міне нәтижесі де шығып тұрады алдарыңызда, 5-тің 5-еуі дұрыс деген сияқты. Ендігі тапсырмамызда бірінші тапсырма бұл, яғни мына қосылыстардың ішінен қышқылдық және негіздік оксидтерді бөліп жаз дейді. Яғни кальций оксиді, көміртек оксиді, фосфор оксиді, кремний оксиді, темір оксиді, натрий оксиді, мыс оксиді, литий оксиді, хром, магний, марганец, күкірт. Яғни бұл жерде әртүрлі қосылыстар берген, бұл жерде әр қосылыстар әртүрлі валенттілікте берілген. Мен бұны да Learning Apps тақтасына салдым. Яғни оқушыларға тағы да арнайы сілтеме жіберіледі. Сол сілтемені басқан уақытта міне тапсырманы басамыз, окейді басқан уақытта міндетті түрде бізге арнайы формулалар шығады. Мысалы, күміс оксиді. Ол бізде қандай? Негіздік оксид. Барий оксиді негіздік. Кремний оксиді қышқылдық. Купрум негіздік. Хлор қышқылдық. Фосфор оксиді қышқылдық. Су негіздік. СО2 қышқылдық. Күкірт оксиді, азот оксиді, яғни әр шыққан формуланы өзіміз дұрыс деген жаққа қарай жіберіп отырамыз. Бұны әрине орындай берсек, осылаймен шыға береді. Сосын міне жауабымызды, яғни бізде дұрыстары бізде жасылмен шығады да, ішіндегі қателіктері қызылмен өрнектеліп тұрады. Міне енді екінші тапсырмаға көңіл аударайық. Мына реакция теңдеулерін аяқтап теңестір.
яғни көміртек қосу O2, күкірт қосу O2 және сынап оксидінің ыдырату реакциясы. Енді жауапты тексеру үшін міне көңіл аударайық, яғни көміртек қосу O2 көміртек оксиді түзіледі, күкірт қосу O2 бұл жерде күкірт оксиді түзіледі, одан кейін сынап оксидін ыдыратамыз, яғни бұл жерде сынап жеке оттегі түзіледі. Одан кейін тағы да бір ескеретін жағдай, реакцияны міндетті түрде теңестіреміз, яғни реакцияға дейін қанша, реакция сонша зат түзілуі керек. Одан кейін бірінші, екінші реакция көңіл аударсақ, бұл жерде жану реакциясы. Яғни жану, бұл біз өтіп кеттік 7-ші сыныпта. Сондықтан көңіл аударып еске түсірейік. Әрі қарай енді бізде 3-ші тапсырма берілген. Мына оксидтердің алыну жолдарын жаз, атын ата, теңдеуді теңестір. Яғни калий 2O, N2O3, кальций О, P2O5. Яғни 4 қосылыс берген: калий оксиді, азот оксиді, кальций оксиді, фосфор оксиді. Яғни осылардың алыну жолын жазып, теңдеуді теңестіреміз. Міне, ең біріншіде біз калий оксидін алып отырмыз. Яғни бұл жерде калийға оттекті қосамыз, азотқа оттекті қосамыз, кальцийға оттекті қосамыз. Яғни бұл жерде де бізде жану реакциясы. Енді фосфор оксидіне келген кезде ыдырату реакциясын жүргіземіз, яғни фосфор және азот фосфор және оттек түзіледі. Осы барлық реакцияда міндетті түрде теңестіреміз, коэффициенттерін бәрін дұрыстап қоямыз. Реакцияға дейін қанша болды? Мысалға, калий басында 2 болды, одан реакциядан кейін 4 болды, яғни реакцияға дейін 4, реакциядан кейін 4, яғни реакциямызды әр реакцияны қарап дұрыстап теңестіреміз. Жақсы, әрі қарай кеттік. Енді бұларды жаңа ата дедік. Жаңа алдында оксидтердің аталуын айтып өттім. Сосын жалпы атау, мына осыны еске түсіріп бір қайталайық. Калий 2O, калий оксиді немесе дикалий монооксиді. N2O3, азот оксиді немесе диазот триоксиді. Кальций О, кальций оксиді немесе монокальций монооксиді. Әрі қарай P2O5, фосфор оксиді немесе дифосфор пентаоксиді. Өте жақсы. Енді осы жалпы бүгінгі сабақта оксидтер, қышқылдық оксидтер, негіздік оксидтер, екідайлы оксидтер, яғни осылардан не түсіндік, нені жақсы меңгердік, қандай әсер алдық, қай әдіс ұнады деген сияқты кері байланысқа шығамыз. Яғни әрбір оқушы өз ойын осы кері байланыс арқылы білдіре алады. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, қош сау болыңыздар.